Рухани жаңғыру бағдарламасы аясындағы бабалар ізі мен тарихи ғылыми экспедициясының Қытай еліндегі зерттеу жұмыстары жалғасуда. Қазақстандық ғалымдар мен журналистер тобы Қытайдың ішкі Монғолия аймағындағы жергілікті университеттің тарихшы ғалымдарымен кездесті. Сондай-ақ экспедиция мүшелері Құбылай ханның қыс мерзіміндегі тұрағы және империяның бас шаһары мәртебесіне ие болған ежелгі Ханбалықта болып қайтты. Толығырақ экспедиция құрамындағы Саят Жөкенұлының бейнематериалында. Аймақтың орталығы Хухато қаласында орналасқан ішкі Монғолия университетінің тарихшы ғалымдары бабалар ізімен экспедициясының мүшелерін құшақ жая қарсы алды. Жергілікті ғалым профессорлар қазақстандық делегацияның бізге алғаш келуі деп таңданыстарында жасырмады. 2 сағаттан астам уақытқа созылған сұхбат кезінде ортақ тарихты бірлесіп зерттеу қажеттілігі айтылды. Ішкі Монғолия университетінің мамандары бабалар ізімен экспедициясының келуі қазақстандық зерттеу институттары және ғалымдармен тығыз байланыс орнатуға жол ашады деуде. Біздің ғылыми орталық Ғон, Санби, Дунху түрік кезеңдеріне қатысты көптеген мәліметтер жинақтаған. Осылардың барлығына қатысты зерттеулер жүргізіліп, ғылыми жобалар жүзеге асырылған. Сіздермен осы деректермен бөлісе аламыз. Қазақстаннан соншама жерді артқа тастап, осындай өкілдердің келуін біз ерекше бағалаймыз. Осылайша Қытай аумағындағы үлкен ғылыми орталықпен байланыс орнатып, достық қарым-қатынас түсудің жолы түсті. Келешекте осы кездесу ортақ тарихты зерттеуге оң ықпал етеді деген үміт бар. Хухато қаласында бір күн аялдаған экспедиция мүшелері бұдан соң Бейжіңді қайта бетке алды. Келесі күні олар қазір Қытай астанасының аумағына жататын ортағасырлық Ханбалық шаһарына арнайы ат басын бұрды. Оны ханзулар Даду деп атайды. Моңғолша Ханбалық, ал қытайша Даду қаласы заманында Құбылай ханның ордасы болған. Даду қаласы бұл Бейжіңдегі Құбылай хан салдырған Юань династиясының астанасы. Бабалар ізімен экспедициясы осында келіп, оны өз көзімен көрді. Бүгінде бұл жерде үлкен ескерткіш орнатылған. Және осы ескерткіште бүкіл Құбылай ханның әскер басылары және жанында болған кеңесшілері көрсетілген. Құбылай ханның Пекиннен 360 шақырым жерде өзінің жазғы резиденциясы мен жоғарғы астанасы Шандуды салдырғаны белгілі. Ол Шандуды көктем жазда жайласа, Ханбалықта қыс пен күзде тұрақтаған. Бұл шаһарда кезінде біздің бабаларымыз да тұрған. Осылайша Қытай жеріндегі түркілер мен моңғолдар жайлау мен қыстау ережесін мемлекеттік басқару жүйесіне де енгізген. Ханбалық моңғолша ханның тұратын жері, астанасы, ал қытайша Даду деп аталды. Даду деген ұлы астана деген сөз. Ал Шанду ол жоғарғы астана. Сонымен, егер бұлай салыстыратын болсақ, Париж бен Версальды айтуға болады. Құбылай ханның Қытайда құрған Юань династиясы 100 жылдан астам уақыт бойы өмір сүреді. Осы уақыт аралығында ханзулар елі бір тұтас және біріккен мемлекетке айналады. Сондықтан Қытай тарихындағы моңғол кезеңінің маңыздылығы ерекше. Ал бабалар ізімен экспедициясы енді алдағы күндері Америка Құрама Штаттарында жалғасатын болады. Саят Жөкенұлы, Арман Данышбаев, Хабар 24 үшін Пекиннен.